بن فهر واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتقى. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وخرت الأسرة والأصنام على وجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتزت العوالم من سرور كاسا حميا، وبشرت الجن بإذلال زمنه، وانتهعت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبير كل حبر بخبير، وفي حلا حسنه تاه، وأوتيت أمه في منام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسمي لا وضعت محمدا لأنه ستحمد عقباها. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شهي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولده أسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السناء. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، وزين أخلاقنا بجاه القرآن، وحسن أبداننا بنور القرآن، ونجنا من النار بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، على صراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا.
Алла Тағала мына мәуліттерімізді дәргәһендә қабыл етсін. Баспеген қадамдарыңызға Алла Тағала сауаптан етсін. Алла Тағала сол мәуліт айында қылған құлшылықтарыңызды, салауаттарыңызды дәргәһендә қабыл етсін. Баршаңызға отбасыларыңызға береке берсін. Тура жолға хидаят қылсын Алла Тағала. Ұрпақтарымызды салихалы ұрпақтардан етсін. Елімізді, жұртымызды әртүрлі бәле-желеден, алауыздықтардан Алла Тағала бізді сақтасын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Қарағанды елінде Бұқар жырау жерінде бір берекелі күн болып жатыр. Жаңа ғана Қазтөбе ауылында Алланың жердегі мешіттің ашылуы болды. Хан шақырып үйіне түсіре алмайтын, би шақырып қасына отырғыза алмайтын, Алматыдан, Астанадан, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасының орынбасары Наиб мүфтиміз Наурызбай қажы ағанұлы келіп отыр. Міне Астана қаласынан жаңағы қарилар дайындайтын республикалық орталықтың директорлары бірнеше қарилар келіп отыр. Ол Алланың бір сондай қалауы, Алланың бір сондай сәті түскен күн деп ойлаймын. Және де Астанадан кейінгі мәуліт біздің Қарағандыда өтіп жатыр республика бойынша. Ол да біздің дәрежеміз, ол да біздің мәртебеміз. Күні өздеріңіз көріп отырсыздар. Алтын уақыттарын міне ел азаматтары, ел ағалары, діннің басында жүрген азаматтар келіп отыр. Ендеше алғашқы құттықтау сөз Қазақстан Республикасы діни басқармасы бас мүфтиінің орынбасары Наиб мүфти Наурызбай қажы ағанұлына берейік. Құттықтау сөз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Құрметті жамағат, Алла Тағала баршамыздың ниетімізді, тілегімізді қабыл етсін. Алла Тағала қасиетті Құранында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнінде былай деп баян етеді: "Уама арсалнака илля рахматан лил алямин." Яғни пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату вассаламды біз дейді Алла Тағала сені тек қана бір-ақ мақсатпен жібердік бұл дүниеге. Яғни бұл жер бетіне, жер шарына сенің мақсатың Алланың рахметін алып келу. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жерге Алланың рахметін алып келді. Осы неге келуі мақсаты сіздер мен біздерге Алланың аманатын жеткізу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың қалауымен дүниеге келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның нәсілі, яғни оның тегі жөнінде жаңа мәулітте аталып өтті. Текті адамдардың ұрпағы екендігі, ата-бабалардың аттары, аналары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аттары барлығы жаңа мәуліт оқылған кезде аталып өтті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединеге келген кездегі Медине ансарлардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қалай қошеметпен тұрып, жыр шумақтарын айтып, керемет қуанышпен қарсы алғандығы айтылды. Яғни халық, адамдар сол кездегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте ерекше жақсы көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасиетті Меккеден қасиетті Мәдина қаласына келген кезде халық алдынан шығып, қарсы алып, жыр шумақтарын оқып, қуанышпен қарсы алып еді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сіздер мен біздерге нені тастап кетті, құрметті момындар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сіздер мен біздерге алдымен өзімізді қадірлеуді үйретті. Өзіңді тозақ отынан сақта деп. Алланың рахметінен үміт ет деп. Алланың бергеніне шүкір ет, сынағына сабыр ет деп. Бұл қысқа өмір өтет кетет, есеп болады алдыңда деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге өсиет етті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге не үйретті? Ата-ананың қадірін үйретті. Ата-аналарыңыз тірі болса, оның қызметін жасаңдар деп. Оларға төктеп кейіс қайтармаңдар деп. Олар дүниеден озса, олардың ізінен дұғаларыңды бағыштап тұрыңдар деп. Өздеріңнің бауырларыңа, туыстарыңа жақсылық жасаңдар деп. Көршілеріңізге жақсылық жасаңыздар деп. Бүкіл бауырларыңызға берім мен махаббат өспейшілік жасаңыздар деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сіздер бізге осындай
тәрбиені, осындай бір-бірімізге деген мейірімділікті үйретіп кетті. Біз енді құрметті жамағат сол пайғамбарымыз саллаллаху айтқан қалай орындап жатырмыз? Осы жөнінде өзімізге сұрақ қойып көрейік. Ата-анамызды сыйлап жатырмыз ба? Оларға құрмет көрсетіп жатырмыз ба? Олар дүние салған болса, біз неше рет оларға күніне дұға тілеп жатырмыз? Бауырларымыз қалай, суықтап жатқан жоқ па? Қарындары аш емес па? Көңіл күйі қалай екен, қуанышты ма, қайғылы ма? Оны қарап жатырмыз ба? Осыны ойлап қояйық. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл өмірін үммет үшін арнап өтті. Тіптен бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қызы Фатиманың үйіне келгенде, Алла ол кісіден разы болсын, Фатима анамыздың үйінің есігінің кіріп, ізіне қайтып шығып кеткен екен. Бұны көрген Фатима анамыз таң қалып, ойланып Хазіреті Алиға айтып: "Я Али, біліңізші, менің әкем неліктен менің үйіме кірмей кетті?" деді. Хазіреті Али білсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Менің ахлі суф сахабаларым аш қиналып жатса, менің қызым үйіне қымбат пердені іліп қойған екен, соны көріп қайтадан шығып кеттім" деген. Сонда Фатима анамыз Хазіреті Алиға айтып: "Әкеме барыңызшы, сұраңызшы, мен не істесем енді ол кісі маған разы болады" деген екен. Сонда сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам: "Қызыма айт, үйіндегі қымбат пердесін сатып, оның жаратты ақшасын менің сахабаларыма жеткізсін" деген екен. Мінекей пайғамбар өзінің үмметін, өзінің сахабаларын, өзінің бала-шағаларынан да артық жақсы көрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп бара жатқан кезде де, білмеймін, біз дүниеден өтіп бара жатсақ не ойлайтын екенімізді қорқатын шығармыз, уайымдайтын шығармыз, бұл өмірді қимайтын шығармыз. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп бара жатқан кезде үмметтерім деп кетті. Үмметтерінің несін ойлады? Солардың аман-есен болып, Алланың рахметіне лайықты болуын ойлады. Тозаққа күйіп, азапталып қалудан ойлады. Мінеге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп бара жатқан кезде үмметім деп кетті. Риуаяттарда келеді, ақыр заман болғанда қабірден адамдар тұрған кезде, сүрленген сәтте бірінші болып қабірден пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам тұрғызылады екен. Сонда 4 үлкен періште келіп, пайғамбарымызды қабірінен тұрғызуға керек екен. Сонда періштелер: "Я Расулалла, уақыт болды, тұрыңыз" десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан үн болмайды. Келесі періште: "Я Расулалла, сіз үшін жәннат безендірілді, жәннатқа баратын жол безендірілді. Сізге біз жәннаттың киімдерін алып келдік. Алла Тағала сізге сол киімдерді киіп, жәннатқа кірсін" деді десе де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам орнынан қозғалмады деді. Сонда өзімен бірге жолдас болған 23 жыл бірге жүрген Жабраил алейхиссалам келіп: "Я Алланың елшісі, я досым, өзіңнің үмметіңді шапағат ету үшін орныңыздан тұрың" деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үммет үшін қабірден тұрған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жәннат киімдері киргізіліп, жәннатқа алып бара жатып, жәннаттың есігінің қасына келгенде, Расулалла: "Үмметтерімші" деп сұраған екен. "Менің үмметтерімші" деп жәннатқа кірмей тұрған екен. Сонда Алладан хабар болып: "Я Мұхаммад, сен жәннатқа кір, сеннен кейін үмметтерің жәннатқа кіреді" деген Алланың уәдесін алғаннан кейін барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәннатқа кірген екен. Риуаятта келтіреді, бірінші пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам жәннатқа кіреді. Одан кейін Абу Бакр, одан кейін Омар, одан кейін Хазіреті Осман, одан кейін Хазіреті Али радиаллаху анху жәннатқа кіріп, одан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметтері жәннатқа кіреді деген екен. Алла субханаху ва тағала сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шапағатына сіздер бізді лайықты етсін. Құрметті момындар, қысқа өмір, бір адам бай бақуат болады, бір адам қарапайым болады, бір адам күшті болады, бір адам әлсіз болады,
Біреуді Алла ер, біреуді әйел болып жаратады. Барлығымыз бұл жерде сынақтамыз. Алланың бергеніне, көрсеткеніне шүкір деп, сабыр етіп, Аллаға үміт етіп, Алланың рахметінен, пайғамбарымызға үміт етіп, бұл өмірді сүрейік. Алла разы болсын. Мінекей осы ауылдың имамы, Алла разы болсын. Аманжан ауылымызға сонша елді шақырып, ақсақалдарды, халықты шақырып, имамдарды шақырып, мәуліт оқытайық, пайғамбарымыз салауат айтайық деп ниет білдіріп жатыр екен. Алла разы болсын, өркені өссін. Алла тағала өміріне береке берсін, отбасына Алла тағала береке берсін. Бүгінгі ниетін Алла қабыл етсін. Шындығында жаңа жекің айтып жатыр, имамдар айтып жатыр. Алла нәсіп етсе, біз барлығымыз осы жерде бүгін жиналдық. Алла нәсіп етсе, кімнің қайда баратынын Алла нәсіп етпесе кім біледі? Алла нәсіп еткеннен кейін жиналамыз. Аллаға тәуба. Біз де сіздерді көріп қуанып жатырмыз. Осындай Алланың бір кішкентай бір ауылдағы үйіне келіп, құлшылық етіп, мәуліт оқып отыруымыздың өзі үлкен Алланың берген сыйы. Алла баршамыздан разы болсын, құрметті бауырлар. Бір жамағат болып, осы Аманжан бауырымыздың артынан ұйып, бірліктеріңізді сақтаңыздар. Әртүрлі жамағат болып бөлініп, алауыз болмайық. Біздің ата-бабаларымыз Ханафи мазхабын, Матурidi ақидасын ұстанған. Осы ақидаға, осы фикқа берік болып, бірлігімізді сақтап, әрқашан қуатты болайық. Алла баршамызға разы болсын. Үлкен рахмет. Уа ахиру дағуана анилхамдулиллахи раббил аламин. Аллах разы болсын. Мына қасиетті Алланың үйінен шыққан әрбір жақсы жағымды сөз осы ауылға тарап жатыр. Бағана біз келгенде бір қатар ғана адам едік. Енді Құдайға шүкір, дауыстың Алланың керемет Алла деген адамдардың аузынан шыққан ғибратты сөз ауылдың азаматтарын осы мешітке шақырып жатыр. Қадамдарыңызға қойып өтсін. Дінім деп жырласа ақын, дінге көмек. Тілім деп сайраса ақын, тілге көмек. Сіздердей жанашыр жан болмаса егер, жағдай исламның кімге керек? Жабылып кімге керек? Бүліктің бүлікшіл телеарналар алаң салып, пәленің отын шоқсап үрлеген. Өйткені ел телеарнадан маска киген террорист мұсылманды күнде көреді. Исламға жабылған жаламенен көңілдің перезесі кірлеген еді. Несіне өкпелейміз біздер түгіл, надандар пайғамбарды тілдеген еді. Надандар Мұхаммед жүрген еді сабырменен, ашудың атына ол мінбеген еді. Шын мұсылман шыбынға залал қылмас, мұсылманның мінезі мүлде бөлек. Мысалы ара екеш араларда әдемі хош иісті үлге келеді. Мұсылманда болса егер көркем мінез, талай адам үлгі алып дінге келеді. Әр адам пайғамбарша өмір сүрсе, бар әлем Қазақстан гүлденер еді. Иншаллах бәріміз пайғамбарды үлгі тұтсақ, өзіміздің өмірлік қағидамыз қылсақ, Құранмен өмір сүрсек, біз екі дүниеде де бақытты боламыз. Шын мәнінде осы Астанадан әдейілеп осы келіп отырған имамдар, қарилар, бұлардың уақыттары білеміз алтынмен бағалы. Бірақ Алланың разылығы үшін қарапайым ауыл болса да, ол жерде ақсақалдар бар, ол жерде ауылдың азаматтары бар деп осы артықмасын бұрап отыр. Міне шын мұсылман, шын тақуа, шын иманды адам осылай істейді. Алыстан келген азаматтарға, алыстан келген өкілдерге біз дәл іштейді, риза болып отырмыз осы жерге келген үшін. Бұл кісілердің де көңілі толып отыр деп ойлаймын. Сондықтан осы кісілерге алғыс айту үшін, сіздерге разылығын білдіру үшін облысымыздың бас имамы Өмірзақ Қажы ағамызға микрофон ұсынайын. Құрметті Ақтөбе жамағаты, сіздердің ауылдарыңызға жол түсіп отырды, үмітте болған едім. Сіздердің ұйымшылдықтарыңызға, сіздердің ынтымақтарыңызға тәнтіміз. Алла осы ынтымақтардан Алла сіздерді айырмасын. Мешіт деген Алланың берген бір нығметі, мысалы ауылдарыңызда мешіт болғанына Аллаға мұқтаған шүкірлер қылуларыңызға тиістісіздер. Сіздер пайғамбардың бір айтқан хадисін білерсіздер. Кімде-кім мешітке шынайы ықыласыменен намазға барған болса, оның әрбір қадамынан Алла Тағала бір сыйлық, бір сауап жазады дейді. Әрбір қадамынан бір сауап жазады екен. Әрбір қадам үшін бір күнәсін кешіреді екен, иншалла. Сондай бір жаңа Наурызбай Қажы
Қажекең айтып кетті. Әрбір адам өзін-өзі қадірлеу керек. Ол күнә жасап, тозаққа барайын деп өзін-өзі азапқа салмайтындай күй кешу керек. Жаннатқа баратындай амалдар жасап, өзінің Алланың берген аманатына үлкен құрмет қылу керек. Міне осы сіздердің келістеріңіздің өзі, сіздердің бір мұсылмандықтарыңыздың, сіздердің бір имандылықтарыңыздың бір нышаны, бір дәреже десек те болады. Енді ұлық болсаң кішік бол дейді. Сонау Астанадан келген Қажекең, мысалы, муфтидің орынбасары, бір шалғайда бір ауыл деген жоқ. Келіп, осындай бір кішкентай жерге неменеге барам, уақыт кетіріп деген жоқ. Бұл жерде қари бауырымыз, бұл кісі, сіздер білесіздер, білмейсіздер, бұл кісі Қазақстанға аты машһүр болған қари, көптеген хайыр айдап шығатын кісі. Төлебей деген мына бауырлар бостардың бәріне алғыстарыңызды айтып, баталарыңызды беріп қойыңыздар, иншалла. Осындай өзі жақсыға жақсы тартылады дейді. Сіздердің бұл жерге біздің келісімізді бекер емес шығар. Біздің келісіміздің өзі сіздердің бір ықыластарыңыз шығар. Сіздердің жердегі бір ұйымшылдықтарыңыз, сіздердің бір қадірлеріңіз шығар. Осындай сіздердің бағаларыңыз қашанда биікте болсын. Алла сіздерге береке берсін. Рахмет. Берекелі күн болды. Қасиетті Алланың жердегі мешітте ауылдың Ақтөбенің халқы ел болып қалып, жамағат көп, ақшам намазын оқыдық. Алла тағала құзырында қабыл етсін. Енді мына алыстан келген имамдарға, мұфтияттан келген өкілдерге, ауыл ақсақалдар, ел ағасы, осы ауылда талай жыл мектеп басқарып, осы балаларды ізгілікке, жақсылыққа тәрбиелеген Сағындық ағамыз сіздерге бір алғысын білдіремін дейді. Ағайын достар, мынау наурыз айына осыдан 10 жыл көріп едім. Мен атам қайтыс болғанда 90-ды шалып, сол кісінің кеп намазын шығарып едім, сақтым. Сонда жаңа танытыға көріп қалып, ол кісіге рақым береді. Сонымен қатар ауылдың атынан, ауылдың халқының атынан Нәкеңе шапан жапсын деймін. Allah razı olsun. Allah'ın şafaatına bölünüp жүрген азаматқа ағатайдың шафааты қайырлы болсын деп қоямыз. Allah razı olsun. Biz енді бұл жерге шапан кию үшін келген жоқпыз. Шапан киетіндей жаста да емеспіз, әлі баламыз ғой біз. Дегенмен мен қазір бұл шапанды біреуге беріп кетсем тағы рия болмасын. Бірақ енді рахмет бергендеріңізге. Алла разы болсын. Үлкен ықыластарыңызға рахмет. Біз енді шыны керек Мәкең Марат бауырымыз қайда? Алла разы болсын. Сол кісі шырылдап қасымыздан қалмай осы жерге бізді алып келді. Өлі Алла. Алла деніне саулық берсін. Мәкеңнің ағасы сіздерге үлкен рахмет. Сіздерді көріп қуанып, аманжанды жаңа айтып жатсыздар. Маған бір үлкен бір ғибрат болды. Мен бұны муфтиятта міндетті түрде айтамын. Осы кадрлардың осы жерде істеп жатқанын, елдің разы болғандығын, өмекеңдер бар, Орманбеттер осындай мықты осы жердің Махмұт қажылар бар, серіктер, осы облысты ұстап тұрған азаматтар, дін жағын. Осы жігіттер аман болсын, осындай жас бауырлар өсіп елге қызмет жасасын. Үлкен рахмет, Алла разы болсын.